Қайран әкетайы кеткелі, жүрегін мұң жаулаған айдана, бір жыл бойы құрғамаған көз жасына арасында ерік беріп қояды. Көңілі жабырқаған сайын анасына сүйеніп, теледидардан ескен менің әкем жақсы адам әніне қосылып, өз көзін сергіте түседі. Әрқашанда биік көретін мен басқада, менің әкем ең жақсы адам. Менің әкем ең жақсы адам. Айдана бүгін сыртқа шығып, таза ауада жүріп, оңаша ой өрнегін құрып, сап ауаға құмарта, аспанға көз салғаны сол еді. Аспандағы ақша бұлттар арасынан ақ лайнер көзге шалынып. Ол үнемі бала күннен бастап, алып ұшақтарды көрген сайын, сол борттың ішінде әкем келе жатыр деп қуан айқайлауды әдетке айналдырғанды. Оның да өз сыры болатын. Әкем арасында мені әңгімеге тартып, бала кезіндегі көп армандарының ішінен ұшқыш боламын деген мақсатына жеткенін қуана баяндайтын. Махамбеттегі жайық жағасында өз қатарластарымен бірге қолдан желкен самолет жасап, ұшыруға құштар болған бала, мектепті тәмамдаған 1974 жылы Қарағанды қаласындағы әуе авиация орталығына курсант болып қабылданады. Кейін өз еңбек жолын өзінің сүйікті саласына бағыттап, 1999-2008 жылдар арасында Атырау әуе жолы авиакомпаниясында бас директордың орынбасары, Атырау Бристоу қазақ-ағылшын бірлескен серіктестігінің атқарушы директоры, Атырау халықаралық әуежайы мекемесінің басқарушы директоры сынды лауазымды қызметтерінде болды. Алматы азаматтық авиация академиясын сырттай оқып бітіріп, жоғары білім алды. Әкемнің еңбекқорлығы мен дастан екеумізді таңғалдырған жылдары Атырау Catering Services компаниясын өзі қолдан құрып, шетелдік әріптестері арасында тындырымды сервистік қызмет көрсету еді. Ол үнемі жол сапарына аттанып, ерте тұрып, кеш жатып, тынымсыз тірлікті жеңудің қарекетінде жүретін. Қайран менің әкешім. Кеше жұмыста отырып, сіз жақсы көретін Қадыр Ақын Мырзалының 4 жол шумағына көзім түсті. Бір құдірет бізді өмірге жолдайды. Біз өмірді түсінбейміз. Сол қайғы. Туа сала таудай бақыт күтеміз, ал шынында бақыт үлкен болмайды. Löpüldеген тамырындай шекенің, жеке сағат, жеке тәулік, жеке күн. Үлгірмейміз түсініп те байқапта, кейбір сәттің нағыз бақыт екенін. Бір құдірет бізді өмірге жолдайды, біз өмірді түсінбейміз сол қайғы. Туа сала таудай бақыт күтеміз, ал шынында бақыт үлкен болмайды. Бақыт үлкен болған емес шынында, ал қайғының кішкентайы болмайды. Сізбен бірге өткізген күндерім үлкенді кішілі шын бақыттың тамашалары болған екен-ау. Әттең кеш ұғындым, енді ұғындым әке.
айналасын қоршаған дүниенің өңін өзгертпей, сұлбасымен сымбатын, қызығымен қылығын танып, көре білудің өзі жаратқанның тек сүйген құлына ғана сыйлаған ерекше дарыны. Қиял әлемінің тұңғиығына терең сүңгіп, жаратылыстың құбылыстарын көркемдей түскен қыл қалам иелерінің осындай ғажайып жандар екені баршамызға аян. Кеудесіне құйылған көркемдіктің амалын тауып, көпшіліктің жүрек пердесін дөп басып, жеткізе алған мұхит суретшінің еңбектеріне құныға қарап қалыппыз. Әрқайсысы да шабыт деген көңілдің аласапыран күйінен туындаған көз тартар дүниелер. Нәзік әлемнің сиқырлы қуатын ұғындырған әуесқой суретші бүгінде бейнелеу шеберханасындағы өз орнынан көрінбет. Өнер иесінің жетегіне ғана еретін қыл қаламының қорғап қалғанына да тура бір жылдың жүзі өтіпті. Әттең Тәңіріміз дарындылардың ғұмырын неге солай қысқа жаратады екен деген сауалдан асып сөз таппадық. Кенет Айдананың әке отырғышына отыра қалып, әке өнеріне сүйсінген қимылдары жоғарыдағыдай тербелісімізді тез ұмыттырып жібергендей. Әкемнің ғибратты ғұмырындағы Алласы сыйлаған тағы бір таланты оның қылқалам өнеріне деген асқан құштарлық еді. 1978 жылы Алматының Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының бейнелеу факультетіне студент болып қабылданды. 4 жыл бойы Алатау баурайындағы әсем қаланың көз сүйсіндірген табиғатын кесте ұшында көркемдеді. Орал қаласындағы педагогикалық институтта сурет және кескіндеу өнерінен дәріс беріп, бірнеше ондаған шәкірттер тәрбиеледі. Әкенің алғашқы туындыларының өмірге келуі Қазақ КСР-ның көркем сурет қорының Гурьев филиалы шеберханасында суретші болып бастаған жылдарынан бастау алды. Қай суреті де, қайсы бір пейзаждары да жаныңды нұрландырады. Кеудесіне құйылған көркемдіктің амалын тауып, айналасына жеткізе алған әкемнің еңбектеріне соңғы кезде құныға қарайтын болдым. Өнерлі кісі ғалам мен адам арасындағы алшақтықты жақындатып, сол бір жұмбаққа толы байланысты шын сезіндіре түседі екен. Бүгінде өз иесі кеткелі, бояуынан құрғап қалған қыл қаламдарына қарап ұзақ отырдым. Өмірдің шытырман шақтары, мазасы сәттері көп ақ. Сол бір сүреңсіз тірлікті жегу де адамның өз қолында. Мұхит Қабиұлының аңқылдақ мінезі мен айналадағылардың көңілін тауып, жабырқағандарын сөзбен емдеп, жетіспейтіндеріне көмек қолын созып, түсінбейтіндерді ортаға баулып жүретін адамшылығын бәріміз де байқағанбыз. Өз ортасында серпілте сөйлеп, билікті шешімді айта білетін Иманғали Нұрғалиұлы, Шалқарбек Сатқанұлы, Жұмабек Қапизоллаұлы, Бақытжан Ғалымжанұлы, Салауат Дүйсенғалиұлы сынды достарымен кездескен сайын, ақ жарқын көңілін сол бір жанының жақсы көрген жандарының алдына төсей салатын. Өзі де сал сері ғұмырлы, өмірдің өкілі болғандықтан шығар, өнер адамдарын көрсе, жан дүниесін асқақтатып ақ жіберіп, ағыл тегіл, аспа төкпе киікке берілетін. Талғампаз киінетін әдеті мен жүзінен төгілген жан сүйсіндірген жымиысы мен сырт көздегі бейтаныс адамдарға өзі де өнердің өкіліндей елес беретін. Қаби әке мен Сәлима ана бауырынан өрбіген, олар аралары ажырамаған, татулық пен тамырларын тереңдеткен алтау еді. Мұхит Азамат ержеткен соң, іні жиендерімен әзіл жарастырып, жайраңдап жүруші еді. Қайтерсің,
бәріне де бас сүйер болған бақытлы апасының артынан мұхитта, ойда жоқта мәңгілердің көшіне ілесті. Әркімнің әкесі өзіне ыстық қой. Дастан ағам екеумізге Алламыз бір үйдің еркесі болып бой жетуді жазды. Біз армансыз ұрпақпыз. Әкем мен анамның бір-біріне деген шексіз сүйіспеншілігі, құштарлығы біздің де бақытты болып ер жетуімізге өз әсерін тигізді. Әкетайдың өмірге құштарлықтарының қайсы бірін тізбектейін? Сол бір өмірге ғашық сәулелі сәттеріндегі аңшылыққа деген, таза ауада серуен құруға деген құмарлығының шет жағасын біз де көрдік. Ол теңізге кеткен күні бәріміз болып, арқа сүйеріміздің аман оралуын тілеуші едік. Ертесінде түрлі түсті қанатты құстарды, желбезегінен жан кетпеген балықтарды арқалап, әкем кіріп жатқанын да, жоғарыдағы уайымның табы да қалмай ұмытыла кететін. Көл жағасындағы самал ескен табиғат аясына бізді алып барғанында да қоңыр даусымен ән сала кететін. Құлаққа жылы естілетін лирикалық дүниеге толы әсерлі әндер. Жыл сайын әке шешенің жетегіне еріп, алыс жақын шет елдерді араладық. Әлем елдерінің табиғатына сүйсініп, мәдениетінен жанымызға тамызы қалдық. Жүрегімізді имандылыққа идіріп, Меккенің табалдырығын аттауымыз да ақылгөй әкенің шешімі еді. Қасиеті асқақ Қағба жанында тұрып, енді біздің шаңырағымызды, бас амандығымызды Алланың ақ періштелері қорғап тұрады деп, аспанға көз тіге шабыттана сөйлегені санамнан мәңгіге өшер емес. Аяқ астынан өзіңізді қармаған ажал қармағына кім арашашы болған? Соңғы айларда бәрімізге ыстық Махамбет ауылындағы мәңгілік мекеніңізге жиі баратынды шығардым. Кейде жан дүниемді күйзелтіп, кейде сендей әкем болғанына шүкіршілік танытып, қара шаңыраққа көтеріңкі көңіл күймен оралам. Жатқан жерің мамық болсын, Әкетай. Атырауға тағы бір күз келіп жетті. Айдананың нәзік жүрегі тағы бір бүлк етті. Әкеден мәңгілікке айырылған күрең күздің екпіні қандай ызғарлы еді. Қараша келген шақтарда, құлазып тұрған бақтарда, жапырақ жайрап жатқанда, қурайлар сыңси қаққанда, есіңе мені алғайсың. Бүгін таң алды Айдананың түсіне әкесі енді, сол баяғы бейнесі. Бірақ бұрынғыдай емес, бет жүзін құбыла қарай бұрған үнсіз кейіпте. Мезетте жанынан зулай өте шықты. Айдана болса көрген түсі сағымдай болып, әке кеткен жолға көз талдыра, ұзақ қарап отыра берді.